Amudaryo tumanida avtomobil yo'llarini saqlash va ta'mirlash hamda yo'l xo'jaligi sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etishga bag'ishlangan seminar tashkil qilindi. Seminarda Qoraqalpog'iston Respublikasi avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi boshlig'i, shuningdek, boshqarma tarkibidagi tuman yo'llardan foydalanish davlat muassasalari rahbarlari, texnik nazorat xodimlari ishtirok etdi. Jarayon borasida Amudaryo tuman yo'llardan foydalanish davlat tashkiloti direktori Ravshanbek Ibragimov shunday deydi. Бұл семинар жол қожалық системасы үшін оғада ахметлі һәм әмели ахметке ие болды. Амудария районында автомобиль жолларын сақлау һәм оңлау, сондай-ақ тарауда инновациялық технологияларды енгізуге бағышталған бұл семинар Qoraqalpog'iston Республикасы автомобиль жолдары басқармасының басшылығымен жүргізілді. Семинар шеңберінде автомобиль жолларында пайда болып отырған ойықтарды тез һәм сапалы оңлау имканиятын беретін Parcher маркалы мини асфальт заводы әмели тәрізде көрсетілді. Бұл үскененің істеу процесі, техникалық имканиятлар һәм асфальт істеп шығару қуаттылығы һәммеге толық көрсетіп берілді. Parcher mini asfalt заводының ең үлкен абзаллықтардан бірі сағатына 3 тоннаға шейін асфальт істеп шығару қуаттылығына ие. Бұндан тысқары ол жаңағы үнемдеуші болып, маусым танламастан істей алады. Ең ахметлісі ескі асфальт қайта істеп шығару имканиятының бар екенлігі жол қожалығы тарауында экономикалық һәм әмели нәтижелікті және де арттырады.